Ал, саламатсыздар ма оқушылар? Отырамыз. Ал, оқушылар, күнде жіберейік, бүгінгі кезекші кім екен? Мен. Ал, жаңа, кім бар, кім жоқ? Ал, оқушылар, үйге қандай тапсырма берілді? Ақталды. Үй тапсырмасы бойынша табиғат компоненттеріне не жатады екен? Ал, ақталды. Ал, құрметті оқушылар, айыбын айтып өткендей, табиғат компоненттерін айтып өтті, гидросфераның не атқаратынын барлығын терминологиясын айтып өтті. Енді оқушылардың қалай өзара бір-бірімен әрекеттеседі екен? Кім айтып өтті? Ал, әрекеттесуіне су айналымына сақталады. Мысалы, қара бұлттардан жаңбыр жауады. Жаңбыр жерге түсіп, жерге сіңеді, ал қалған сулар өзен көлдерге барып құяды. Және олар күннің су арқылы ысып, буға айналады, олар қайда бұлтқа айналады. Солай бұл су айналымы жалғаса береді. отырамын. Ал, құрметті оқушылар, бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастамас бұрын Нюрнберг әдісі арқылы сабақ тақырыбын ашамыз. Ал, оқушылар, мынау сөздерде бүгінгі сабақтың тақырыбын ашайықшы. Ал, оқушылар, ойланып болсақ, мына тақырыпқа кім дайын? Ал, әмін. Дүниежүзі халқының тілдік әлеуметтері мен бүгінгі сабақ тақырыбы дүниежүзі халқының тілдік әлеуметтері мен топтары деген тақырып. Енді бүгінгі сабақтың мақсаты дүниежүзі халықтарының этнолингвистикалық жіктеуін түсіндіреді. Бұлар барлығымыз белгілі дүние жүзінде тіл құрамы, дүние жүзінде тілдердің бестен астам тіл бар екен. Және де олардың 20 тіл семьялары топтастырылған екен. Тілдік семьялары афро-азиялық, алтай, андаман, тропиктік, орал, солтүстік кавказды, эскимос әлеуеттік, чукот, камчатка, үндіс тілдері, қойсан, нил сахара, аустралиялық, парагвай, картвен, папуас, аустро-азиялық, нигер, кордофан. Дүние жүзімізге өзіміз білеміз, кең таралған тілдер. Ағылшын, француз, орыс, испан, араб, қытай тілдері. Оқушылар, дүние жүзінде үнді еуропалық тіл семьясы 40%, Қытай Тибет тіл семьясы 20%, Нигер Кордофан тіл семьясы 8%, Афро-Азия 7% дүние жүзінде сөйлейді екен. Ал, құрметті оқушылар, тілдік әлеуеттері, тілдердің туыстығы бойынша этностарды, халықтарды топтастырудың ең ірі бірлігі. Дүние жүзінде тілдер саны 3000-нан асады екен. Оқушылар, сіздерді 3 топқа бөлдім. 3 топқа. Бірінші топ үнді еуропалық тіл семьясы тобы, екінші топ Алтай тіл семьясы тобы және үшінші топ Кавказ тіл семьясы тобы. Соған байланысты сіздерге тапсырма берейін. Мынау
картаға, кескін картаға сіздерге үнді Европа тіл-семиялық тобын, сіздерге Алтай тіл-семиялық тобын және сіздерге Кавказ тіл-семиялық тобын түсіруге. Кавказ қиналып жатсаңыздар, оқушылар, мынау оқулықта да бар, ол тіл-семиялық топтары. Оқушылар Алтай тіл семиясына жататын ұлттарды кескін картаға түсірдеген. Қандай ұлттар жатады екен? Якуттер, татардар, моңғолдар, қазақтар, түріктер, түркмендер, башқұрттар және басқа да ұлттар жатады. Басқа да ұлттар жатады екен. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Сіздерге үнді Европалық тіл семиясына жататын ұлттарды түсірдеген. Қандай ұлттар екен? Канадалықтар, ағылшындар, немістер, исландықтар, орыстар және армяндар. Армяндар екен. Жарайсыңдар, отыра қойыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың аяқталуына байланысты кері байланыстар берейік. Кімде түсінбеген жерлер болды, кімде қандай барлығын түсіндік па, қандай сұрақтар бар? Амин болсын. Ал, Біржан. Мен бүгінгі сабақтан барлығын түсіндім. Соның ішінде маған қызықты болғаны, бізде түрік тілдерін тапқан, түрік семьясын тапқанымыз. Тағы, ал Ернұр. Мен бүгін сабақта Кавказ тілдері туралы қандай тіл бар екенін білдім. Және де Алтай тілдері туралы да білдім. Отыра қой. Ал